2 ручки по 100 тенге. Да? Да. Алик Шпекбаев Ибни Арстанлы Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінде, Қарағанды мемлекеттік техникалық және Қарағанды мемлекеттік медициналық университеттерінде болды. Ол оқу ордаларында ашылған адалдық дүкендерінің жұмысымен танысты. Бұл сауда орындары сатушысыз және күзетшілерсіз жұмыс істейді. Мұнда студентке қажетті кеңсе заттары сатылады. Сатып алушы өзіне керек затты алып, арнайы кассаға ақшасын қалдырады. Осы секілді дүкен Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінде де бар. Сонымен қатар университетте қонаққа инновациялық жобалар көрмесі көрсетілді. Макер зауытымен бірлесіп жоғарғы оқу орындарының базасында құрылған тәжірибелік зертхана туралы айтылды. Это 14 видов государственных услуг. Ректордың айтуынша, мұндай әріптестік 95%-ға түлектерге диплом алған бетте жұмыс табуға септігін тигізеді. Алик Шпекбаев жоғарғы оқу орындары ректорларына білім ордасының барлық қаржылық құжаттары жөнінде студенттер мен олардың ата-аналары көре алатын электрондық портал құруға кеңес берді. Осылайша жоғарғы оқу орындары әкімшілігіне деген сенім артып, осы секілді шаралар тұрмыстық сыбайлас жемқорлықты жоюға мүмкіндік тудырады деп атап өтті. Здесь самые лучшие передовые технологии. Суперсовременные вот эти станки. Поэтому вам есть чем гордиться. Иногда некоторые ищут работу в Астане или в Алмате, куда-то. Здесь надо, вот, особенности, вот сейчас сегодняшнее утреннее посещение Политехнического вашего университета, 95% трудоустраиваются здесь. Во многих вузах там не могут трудоустроиться, заканчивать, нету спроса на них. Спасибо, что вы положительную оценку даете нашей работе. Сондай-ақ Алик Шпекбаев мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Қарағандылық департамент қызметкерлерімен де кездесті. Кездесу барысында ведомство басшысы мемлекеттік қызметкерлердің жаңа жұмыс принциптерін түсіндіріп, оларды ашық жұмыс істеуге шақырды.